40-қа дейін үлгермесең қиын болады жағдайың. Шын айтайын бар ғой, мен міне 15 күн болды ғой таңертең 5-те тұрып жүргеніме. Не түсінгенімді айтайын ба? Түсінгенім біз өмірді босқа өткізіп жүр екенбіз ғой. Әйтеуір күн өтсе болды деп жүрміз. Бірақ мен қазір 32-демін. 7,5-8 жылдан кейін 40-қа толам. Вроде кеше ғана бала едім. Вроде кеше ғана жүгіріп ойнап жүредік. Уайым жоқ, қайғы жоқ. Өміріңнің соңына дейін өкінішпен өтпес үшін 40-қа дейін істеріңді істеп қал. 40-тан кейін өте қиын болады. Көп адамдардың айтатыны осы. Сол үшін 40-қа дейін, қазір мүмкін сен 30-дасың, мүмкін 18-десің, мүмкін 20-дасың. Әрине үлкен адамдарға балта шауып кесіп өзгермейсің деп айтуға да болмайды. Бірақ 40-қа дейін адам істерін істеп қалу керек. Өйткені біз білмейміз қашан қайтатынымызды. Құдай ғана біледі қашан қайтатынымызды. Дәм тұзымыз таусылған күні барлығымыз бұл өмірден өтеміз. Сол үшін ел не дейді, анау не дейді, мынау не дейді деп қорқа бергенше, дәл қазір өміріңді өзгертуге қадам жаса. Аман болыңыздар, қазақ елі.